Қайырлы күн достар. Бүгін қызанақ, салат жапырағын, қуырылған баклажанды қосып салат дайындайтын боламыз. Әуелі баклажанды қабығынан аршып, кубик тәрізді ірілеп турап аламыз. Содан соң 2 ас қасық ұн, 1 ас қасық крахмалды шұңғыл ыдысқа салып, тураған баклажанды ұн мен крахмалға толық араласқанша қозғаймыз. Қазанға май құйып қыздырып, баклажанды қызарғанша қуырып аламыз. Үлкендеу тарелканы алып, салат жапырағын ірілеп турап саламыз, үстінен аскөкті қосамыз. Содан кейін қуырып алған баклажанымызды қойып шығамыз. Кезекпен қызанақты реттеп саламыз. Кішкене араластырып, бальзам соусын қосамыз. Ең соңынан бетіне жасыл бұршақ себуге болады. Міне достар, қызанақ, салат жапырағы, қуырылған баклажан қосылған салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.